Армысыздар, құрметті көрермен. Бүгін сіздерге Қазақстанда өндірілген ерекше өніммен таныстырғым келеді. Петропавл қаласындағы Киров атындағы зауыт Қазақпарат агенттігіне 100 жылдығына орай осындай бір керемет сыйлықты тарту еткен екен. Бұл қазақстандық нетбук, яғни отандық өнім. Зауыттың атауы ескі болғанмен осындай заманға сай су жаңа өнімдерді шығарады екен. Ендеше сіздерге қысқаша осы отандық өнімді таныстыра кетсем деймін. Ендеше сіздерге нетбукты қысқаша таныстырып өтейін. Нетбук ZIG моделі ZIG 11 U1167S Edu деп аталады. Мінекей нетбуктың өзінің қуаттағышы, тінтуірі, сонымен қатар дискісі, содан кейін техникалық сипаттамасы қос тілде жазылған екен. Қазақ және орыс тілінде. Нетбуктың өзі мінекей жап жаңа эмблемасы. Бисмилля деп ашайық. Нетбук мінекей қосылып жатыр. Киров атындағы зауыт акционерлік қоғамы деп бірден нетбук қосылғанда жазылады екен. Қай зауытта шығарылғаны. Нетбук осындай ақ-қара түсті. Енді техникалық сипаттамалары туралы қысқаша айтып өтер болсам, жалпы ең бір көзге ашып бірден қарағанда ерекшелігі мына камерасы 180 градусқа бұрылады екен. Өте ыңғайлы екен, және жиілігі 2 Гц болатын 4 ядролық процесі бар. USB 3.1 компьютер, сонымен қатар аудио микрофонмен, картридермен жабдықталған. Intel Graphics 600 видео картасы бар. Одан бөлек 4.2 стандартты Bluetooth адаптері бар. Нетбуктың жедел жады 8 гигабайт екен. Енді 2020 жылдың 1 шілдесінде бір айта кетерлігі, осы нетбук бойынша қазақстандық зауыт, Киров атындағы зауыт әлемдегі әйгілі алпауыт компания Microsoftпен бірлесіп келісімшартқа келген екенде, сол келісімшарт негізінде осы нетбук және ноутбуктар, зауыттың ноутбуктары, компьютерлері әлемдегі ең керекті сондай бағдарламалармен жабдықталған екен. Автономды жұмыс уақыты бұның 10 сағатқа шыдамды, батареяның қуаттылығы сағатына 40 ватт, экранның диагоналы 11,6 дюйм, камерасының ерекшелігі жаңа айтып өткенде 180 градусқа бұралады. Енді нетбуктың бағасы қазіргі уақытта 134 мың екен. Бұл әрине шетелден келетін нетбуктардан қарағанда бағасы арзандау екенін көріп отырмыз. Өндірушілердің айтуынша бұл өнім шетелдік нетбуктерден еш кем емес екен. Енді керектеріңізге, қажеттеріңізге жараса, алдағы уақытта осындай нетбук сатып алуларыңызға болады екен. Өте бағасы қолжетімді екенін көріп отырмыз. Сонымен қатар қазіргі уақытта осы қазақстандық білім беру жүйесінде осы нетбуктардың пайдаланып жатқанын айтып өту керек. Қашықтан пандемияға байланысты бүкіл Қазақстандағы және бүкіл әлемдегі оқушылардың қашықтан оқып жатқан білесіздер. Сол себепті Қазақстанның қашықтан оқыту жүйесінде осы нетбуктар пайдаға жарап жатыр екен. Қысқаша осы отандық өнімді пайдаланыңыздар.